Сәлем достар, табиғат түрлі құбылыстарға бай. Кейбіреулері әдемі, ал басқалары қауіпті болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін сондай таңғаларлық табиғат құбылыстарын сізге көрсетеміз. Сарқыраманың астындағы сөнбейтін мәңгі от. Нью-Йорктегі Честон Рич саябағында орналасқан бұл сарқыраманың астындағы от жасанды емес. Ол табиғатта өзі пайда болған керемет құбылыс. Жер астынан шыққан газдардың әсерінен бұл керемет көріністі байқаса болады. Мәңгі отқа жақындаған сәтте жағымсыз иіс бірден мұрынды жарады. Ол әрине жерден шыққан газдарының иісі болып табылады. Құстарды өлтіретін алқап. Үндістандағы Джатинга деген алқаптың үстінен ұшқан құстардың бәрі белгісіз жағдайлардан өледі. Кейбір кездері тіпті құстардың өлі денелері жаңбырға құсап құлайды екен. Ғалымдардың айтуы бойынша құстар атмосферадағы белгісіз ауытқулардың әсерінен координацияларын жоғалтып жерге құлайды. Судың астындағы қатып қалған метанның көпіршіктері. Бұл керемет пейзажды Канадада көруге болады. Бұл қатып қалған газдың көпіршіктері өлі жануарлар мен өсімдіктер түрлі бактерияларға жем болуының арқасынан метанның пайда болуынан шығады. Көктем айларында бұл әдемі жер өте қауіпті болады. Себебі еріген мұздың арасынан шыққан метан газы жарылып кетуі әбден мүмкін. Мына керемет көріністі Колумбияның Каньо Кресталес өзенінде байқаса болады. Бұл жерді көбінесе бес түсті өзен деп атайды. Жыл сайын мыңдаған саяхатшылар әлемдегі ең әдемі өзенді көруге келеді. Өзенге қызыл, қызғылт, көк, сары және жасыл түстерді судың астындағы балдырлар беріп тұр. Қанды сарқырама бір қарағанда шошытып жіберетін көрініс. Бірақ ол әлемдегі ең әдемі құбылыстардың қатарына жатады. Қанды сарқырама Антарктидада орналасқан. Антарктиданың қатаң температурасына қарамастан сарқырама қатпайды. Ағып жатқан әрине қан емес. Ол мұздың ішіндегі екі валентті темір. Сыртқа шыққан кезде оттегінің тотығу әсерінен қанға құсап қалады. Бұл капучино. Ал сіз білесіз бе, Сиднейдегі жағалау жыл сайын осы капучиноға ұқсап кетеді. Сиднейдің тұрғындары бұл жерді капучиналық жағалау деп атайды. Бұл құбылыс түрлі тұздар, бактериялар және химикаттардың араласуынан болады. Бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Бізде күн сайын жаңа видео. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассан, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың. Барлық сілтемелер видеоның сипаттамасында.